Құрметті тыңдарман, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. 3 өнерпаз. Әзірбайжан ертегісі. Ертеде бір шаһарда 3 өнерпаз тұрыпты. Біреуі тас қашап, сарай соққан сәулетші. Екіншісі ағаштан түйін ұста. Үшіншісі темірге тіл бітірген зергер екен. Үшеуі дос жар болыпты. Күндіз жұмыс істеп, кешке бірігіп демалып, сейіл құрыпты. Бірде үшеуі қайсының өнері басым екеніне келісе алмай айтысып қалыпты. Сәулетші айтыпты: мен әр кірпішінің бояуы өзге құбылып тұратын сарай соға аламын. Ол сарай күніне 3 мәрте, таңертең, түсте, кешке 3 алуан түске еніп, желдің бағытымен бұрылып тұрады, депті. Ұста айтыпты: мен ағаштан ойып, әрі талмай шабатын, әрі суда жүзетін, әрі аспанда ұшатын ат жасай аламын, депті. Зергер айтыпты: мен алтын мен күмісті аямай жұмсап, құйрығы тауыстың құйрығындай құлпырған әлемет әдемі әтеш құя аламын. Ол әтештің қасиеті шаһарға, аулаға, сарайға бөтен бастақ біреу кірсе, бар даусымен шақырып белгі береді, депті. Үшеуі ортақ мәмілеге келе алмай ұзақ таласады. Талас соңы төбелеске айнала жаздайды. Осы кезде шах пен уәзірі дәруіш киімінде шаһар аралап жүреді екен. 3 достың үйінің тұсынан өтіп бара жатып, айтыстарын естіп, еріксіз құлақ түреді. Шах бұл тамаша шеберлерді көруге құмартады. Бірақ кіріп барудың жөнін таппай, қақтығып біраз тұрады. Сәлден соң уәзірдің ойына бір айла сап етіп, бар даусымен шырқап әндете бастайды. Уәзірдің үні құлаққа жағымды, әрі әуені де әсерлі еді. Қызыл шеке боп, даурығысып отырған 3 өнерпаз қалттынып тыңдай қалады. Сосын сәулетші: мына әнші дәруішке жүгінейік, төрелігін сол айтсын, депті. Дәруіштерді үйге кіргізіп, төрге шығарып, әртүрлі тәтті дәмді ұсынып, шай ішкізген соң таластарының мәнісін баяндайды. Төрелік беруді сұрайды. Шах әрқайсысын мұқият тыңдап: сендердің үшеуіңде адам айтыстан нанғысыз қызық дүниелер жасаймын дейсіңдер. Менің ақылыма көнсеңдер, ертең шаққа барыңдар. Ол өзі өнердің бағасын білетін адам деп естимін. Бір шешсе, дауларыңды сол шешер, дейді. Өнерпаздар дәруіштің кеңесін құп көреді. Қонақтарын шығарып салып, сарайға баруға даярланады. Таң атып, шах патшалық киімін киіп, тағына отырады да, есік алдында тұрған 3 өнерпазды дәргейіне келтіруге бұйырады. 3 шебер сарайға кіріп, жүресінен отыра бергенде, шах оларды орнынан тұрғызып: неге келгендеріңді білемін, қадірлі өнерпаздар. Менің төрелігім мынадай: әрқайсың бар өнерлеріңді салып, теңдессіз бір туынды жасаңдар, дейді. Сол сәтте 3 дос түнде келген дәруіштің кім екенін сезе қояды. Бірақ сыр білдірмеуге тырысады. Сәулетші басын иіп: даңқың арта берсін, алдияр. Мен бояуы мың құбылған сәнді сарай соға аламын. Ол сарай күніне 3 мәрте, таңертең, түсте, кешке түсін өзгертіп, желдің бағытымен бұрылып тұратын болады, депті. Ұста бір қадам алға шығып басын иіп: даңқың арта берсін, алдияр.
мен сізді қалаған жеріңізге құсша алып ұшатын ат жасай аламын. Бұл ат жерде шапса, алдына жүйрік сайылмайтын, суда жүзсе, алдына балық оздырмайтын болады, депті. Мұны айтып, ұста ығысып тұрады. Оның орнын зергер басып, басын иіп, даңқың арта берсін алдияр. Мен алтын мен күмістен құйрығы тауыстың құйрығындай құлпырған әтеш құямын. Ол әтеш шаһарыңызға, сарайыңызға, аулаңызға жат адам аяқ басса, айғайлап белгі беретін болады, дейді. Шах үшеуін де зейін қоя тыңдап, осы айтқан заттарыңды жасау үшін не қажет сендерге, қадірлі өнерпаздар, деп сұрайды. Даңқың арта берсін алдияр, оны сіздің жомарттығыңыз біледі, деп жамырай жауап қатады үш шебер. Сонда шах уәзірлеріне бұйырыпты. Үшеуін қазынаға апарыңдар, не қажет десе, соны алсын, депті. Қазына бегі өнерпаздарды қазынаға ертіп барып, қойны-оныштарын алтынға сықап жібереді. Арада 3 ай өткенде сарайда, атта, әтеште даяр болады. Шеберлер ат пен тауықты сарайға кіргізіп, өздері шахқа барады. Шах уәзірлерін, бектерін, әйелдерін ертіп, жаңа сарайды көргелі келеді. Сарай баршасына ұнап, тамсанысып, таңдай қақсады. Бұрын соңды мұндай ғаламатты ешкім көрмесе керек. Күніне 3 уақыт түсін өзгертіп, желдің ыңғайына қарай зырқырай айналып тұр. Келе жатқан жұртты назары шалған әтеш төбеге шығып шақыра бастапты. Шах өнерпаздарды мадақтап, ұстаны шақырып алып айтыпты. Кәне, атыңа мініп, қалай ұшатынын көрсет, депті. Ұста атына мініп құлағын бұрайды. Ағаш тұлпар арқырай кісініп қалқып, көкке көтеріледі де 1 сағаттың ішінде ай жұлдызды аралап қайта қонады. Шах өнерпаздарға қымбат сый-сияпат тартады. Сыйдың ауырлығы соншама шеберлер көтеріп жүре алмапты. Сол күні-ақ шах жаңа сарайға көшіп кіреді. Сарай маңына бөгде кісі жолай алмайтын болады. Өйткені әтеш айғайлап белгі беріп тұрады. Бір күні көрші елдің әміршісі тұтқиылдан соғыс ашыпты. Жұрт шырт ұйқыда түн екен. Жауды сезген әтеш қоймай ақырады. Шах ұйқысынан шошып оянып, әтешті жұлып ап, жерге ұрып бытышын шығарады. Сол мәуретте алқынып уәзір жетеді. Тақсыр жау шапты, қамалды бұзып, қалаға кірді, дейді. Шах дабыл қақтырып, әскерін жинатып, дұшпанға қарсы түзем құрғызыпты. Бір батыр ағаш атқа мініп, қап толтыра тас алып, көкке көтеріледі де, жау әскеріне жаңбырдай жаудырып тас атады. Соны күтіп тұрған жердегі әскерде жауға қарай лап қояды. 9 күн 9 түн дегенде жау жеңіріп, тырағайлап қашады. Шаһар халқы шаттанып, 40 күн 40 түн бойы той жасап думанға басыпты. Бірақ шахтың есіне арагідік азықсыз жазықсыз жазаға ұшырап, шылпара болған әтеш түсіп, өзегін өкініш өртеп өтеді екен. Тек уақыт танысымен өнер тозбайтынын ойлап қана жұбаныш етіпті.